Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты су тамшылары деп аталады. Елдос терезеден жерге тамшылаған жаңбыр тамшыларын бақылауда. Ол массасы 100 грамм стаканға 100 тамшы жаңбыр суының тамғандығын көреді. Су бар стаканның массасы 100,2 грамм. Ал енді сұрақ, стакандағы судың зат мөлшері неге тең дейді? Зат мөлшеріне біз 8-ші сыныпта химияда және 10-ші сыныпта яғни физика сабағына танысқан едік. Яғни зат мөлшері дегеніміз нөл атымен белгіленеді, яғни массаны бөледі екенбіз мольдік массаға. Бұл жерде бізде судың массасын сұрап тұр. Судың массасын табу үшін контекст тапсырмасынан байқаған болсаңыздар, біз қалай табамыз? Яғни көріп отырсаңыздар, бұл стаканның массасы 100 грамм, ал су бар стаканның массасы 100,2 граммға тең болған. Олай болса 100,2 граммнан алып тастаймын 100 граммды. Сонда менде 100 тамшының жалпы массасы шығады. Яғни ол 0,2 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограммға тең болғаны. Ал енді орнына апарып қояйын. Сонда 0,2 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген 18 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Килограмм мен килограмм және дәрежемен дәреже қысқарады. Олай болса 0,2-ні 18-ге бөлсек, жуықтағанда 0,1 мольге тең болғаны. Олай болса стаканда судың зат мөлшері, яғни ол 0,1 дегеніміз бізде Д жауабы шықты. 22. Ауаның кедергісін ескермегенде бір тамшы суға әсер ететін ауаның күшін тап дейді. Бір тамшы суға дейді. Бір тамшы судың массасын біз М0 деп алайық. Яғни бір тамшының массасы. Бір тамшы судың массасы дейік. Оны қалай табамыз? Алдыңғы есепте бізде 100 тамшының массасы белгілі еді, яғни ол бізде 0,2 10-3 дәрежесі килограмм. Олай болса бір тамшының массасын табу үшін біз жалпы массаны бөледі екенбіз санына. Саны бізде 100 тамшы. Олай болса 0,2 көбейтілген 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген 100. 100 дегеніміз бізде оның 2 дәрежесі, плюс 2 дәрежесі екен. Олай болса 0,2 10-3 дәрежесі килограмм. Төменгі бөлікте калькулятор қолданбай оның 2 дәрежесі деп жазайын. Жоғары барғанда плюс дәреже, минус дәрежеге болады. Сонда 0,2 көбейтілген 10-5 дәрежесі килограммға тең болғаны бір тамшының массасы. Ауаның күшін табу үшін 7-ші сыныпты еске түсіреміз. Яғни Фа тең М көбейтілген G формуласы. Бұл жерде бір тамшыныкі болғандықтан да М0 G деп жазам. Орнына апарып қоям. 0,2 көбейтілген 10-5 дәрежесі килограмм көбейтілген бізде G 10 метр секунд квадрат деп алсын депті. 10 метр секунд квадрат. Олай болса 0,2-ні 10-ға көбейтетін болсақ 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі, ал килограмм көбейтілген метр секунд квадрат бізге ньютонды береді. Енді біз милли немесе микро ньютонға айналдырғымыз келетін болса, еске түсіреміз. Милли дегеніміз 10-3 дәрежесі. Немесе микро ньютонға 10-6 дәрежесіне келтіреміз. Микро 10-6 дәрежесіне қалай келтіреміз? Яғни 2-ні көбейтеміз 10-ға, және 10-ға бөлеміз. Одан еш нәрсе өзгермейді. Сонда қысқарып кетеді. Бөлінген 10. Енді қараңыздар, 2-ні 10-ға көбейтетін болса, бұл бізде 20 болады. 20, ал 10-ның плюс 1 дәреже жоғары барғанда, 10-ның минус 1 дәрежесі болады. Сонда минус 6 дәрежесі ньютон. Ал бұл дегеніміз бізде, яғни микро ньютонды береді, 10-ның минус 6 дәрежесі. Сонда 20 микро ньютон болып шығады. Ауыр күшіміз. Ол деген сөз бізде А жауабына сәйкес келіп тұр. Келесі тапсырмамыз. 23. Бір тамшы судағы атомдар санын тап дейді. Атомдар санын табу үшін ең алдымен жалпы судың химиялық формуласын еске түсірейік. Химиялық формуласы H2O еді. Демек те, судың құрамында 2 сутек және 1 оттек атомы бар дегенді білдіреді. Енді атомдар санын қалай табамыз? Естеріңізде болса, атомдар санын, молекула санын табу үшін біз N тең М бөлінген μ көбейтілген Na деген формуланы қолданатын едік. Осы жерден М дегеніміз бізде жалпы судың несі
бізде бір тамшыныкі деп тұр бұл жерде, сондықтан 0,2 көбейтілген оның минус 5 дәрежесі килограмм, бөлінген 18 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль, және Авогадро саны бермеген, бірақ біз білеміз, яғни бұл 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі 1 бөлінген мольге. Сонда килограмм мен килограмм, моль мен моль қысқарып кетеді екен бізде. Сонда бізде жалпы бұл жерде шығатын санымыз қандай болып келеді? Яғни 0,2-ні 18-ге бөлген кезінде 0,2 бөлінген 18 және көбейтеміз 6,2. Жоқтап алғанда бізде, яғни 0,067 көбейтілген дәрежесін қарай. Минус 5 пен минус 3 қысқарады, сонда минус 2 дәреже қалады. Минус 2 дәрежемен 23 көбейті болғандықтан да өзара қосу дәрежесін орындаймыз, сонда оның 21 дәрежесі қалады екен. Яғни біз екі орын жылжытатын болсақ, яғни ол бізде тең болады 6,7 оның 19 дәрежесіне тең болған. Бұл молекулар саны. Ал бізге атомдар саны сұрап отыр. Мен бағана айтып өткенде, яғни судың құрамында 3 атом саны бар екен. Яғни 3 атом саны. Олай болса, мен қаншаға көбейтеді екен? 3-ге көбейте салам. Сонда шыққан санда 6,7-ні көбейтем 3-ге. Ол деген сөз менде шығатын сан. Яғни 20 көбейтілген оның 19 дәрежесі. 20 көбейтілген оның 19 дәрежесі деген бізде бар екен. Ол деген сөз бізде Д жауабына сәйкес келіп тұр. Келесі 24. Стаканға тамған судағы молекулар саны тап дейді. Молекулар саны табу үшін жоғарыдағы формуланы қайтадан жазамыз. М бөлінген мю көбейтілген Na. Бірақ бұл жерде жалпы тамған судың массасын сұрап тұрғандықтан да, яғни жалпы массаны алып, яғни ол 0,2 оның минус 3 дәрежесі килограмм. Бөлінген 18 оның минус 3 дәрежесі килограмм бөлінген моль. Және көбейтеміз 6,2 көбейтілген оның 23 дәрежесі 1 бөлінген моль деп жазсақ болады, немесе мольдің минус 1 дәрежесі. Сонда моль мен моль, килограмм мен килограмм қысқарып келеді. Жоқтаған кезіне шыққан санымыз бізде 6,7 оның 21 дәрежесі. Көріп отырсаңыздар, жоғарыда біз бір ғана тамшыныкі болғандықтан 6,7 оның 19 дәрежесі болып тұр. Ал бұл жерде дәреже, яғни 2-ге артты. Яғни бұл деген сөз 100 тамшыныкін тапқандықтан. Ол деген сөз бізде жауабымыз А болып тұр, яғни 6,7 оның 21 дәрежесі. Соңғы 25-ші сұрақ. Бір тамшы судағы электрондар санын тап дейді. Қайтадан жоғарыда формулаға сүйенеміз. Судың химиялық формуласы H2O. Естеріңізге түсірейік, 8-ші сыныпта молекуляр физикада біз өткен едік, яғни протон, электрон санын білуіміз қажет еді. Сутек дегеніміз бірінші Менделеев кестесіндегі химиялық элемент, ол H1,1, демек те оның құрамында бір протон және бір электрон бар дегенді білдіреді. Төмен бөлікке қарасаңыздар. Келесі, біздің жағдайда бізде электрон саны бұл жерде 2 болады. Не үшін? Себебі H2 деп тұр. Демек те ода 2 электрон бар деген білдіреді. Оттекті еске түсірсеңіздер, ол 8-де 16 еді. Реттік нөмірі 8. Олай болса, оның құрамында 8 протон және 8 электрон бар. Ал нейтрон саны табу үшін жоғарыдағы масса саны астындағы зарядты санды алатын еді. Ол бізге қажет емес. Олай болса, оттегінің құрамында 8 электрон бар екен. Сонда жалпы біздің бір тамшы суда қанша электрон саны бар дейтін болсақ, 10 электрон бар екен деп айтамыз. Енді біз қалай табамыз? Яғни N тең формуласы M бөлінген μ көбейтілген Na формуласына сүйенеміз. Бұл жерде бір тамшы судкі болғандықтан да M0 деп алам. Яғни 0,2 көбейтілген оның минус 5 дәрежесі килограмм бөлінген 18 оның минус 3 дәрежесі
килограмм бөлінген моль. Және көбейтеміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі мольдің -1 дәрежесі. Енді осыдан шыққан санымыз бағана жоғарыда көріп отқанымызда 6,7 10-ның 19 дәрежесі еді. Ал бізде электрон санын табатын болсақ, онда осы санды мен қаншаға көбейтеді екенбіз? 10-ға көбейтемін. Сонда 10-ға көбейтетін болсам, менде шығатын сан 6,7 10-ның 20 дәрежесі электрон екен. 6,7 10-ның 20 дәрежесі дегеніміз бізде Б жауабы шықты. Демек, N электрон ол жерде 6,7 10-ның 20 дәрежесіне тең екен. Міне осылайша қарапайым контекст тапсырмасын толығымен талқылап шықты. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.